Достар, Америкада кейде машина қоюға болмайтын жерлері бар. Бордюрлар сұр болып тұрса қоюға болады, сары болса уақытша қоясың, қызыл болса қоймайсың, көк болса қоймайсың деген сияқты өзінің бір нюанстары бар. Сосын қараңыздар. Бір белгілі бір нәрсе болатын кезде бұлар ескертіп айтады. Мысалы үшін қараңыздар, кешкі ПМ дейді. Бұлар кеш деген сөз, АМ деген таң деген сөз. Сол уақытта қоймаңыздар, әйтпесе экватор келіп машинаны алып кетеді. Мінекей көрдіңіз ғой? Барлық жерге алдын ала ескертіп қойған, жөндеу жұмыстары болады деп ескертеді. Сосын жаңағыдай қоқыс шығаратын кезде адамдар үйлерінен қоқыс шығарады жәшіктермен. Арнайы бір күндер бар, сол сағатта сен парковка жасауға болмайды, келеді де алып кетеді. Мінекей бұл жақта бәрі өте қарапайым. Біздікіндей қоқыс қойып контейнер, ол шашылып жатпайды. Арнайы бір күндері ғана шығарып отырады. Сол кезде тәртіп болады. Мына қараңыздар, жер не істеп тастаған. Ертең мынаның бәрін жинайды мысалға. Көрдіңіздер ғой? Ерінбей ана жаққа дейін іліп тастаған ғой қағаздың барлығын. Міне ақш-тағы машина міну деген негізі правиланың көп нәрсесін білмесең оңай емес, штрафтары үлкен бұлардың.